Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басып подписка жасап тұрыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ноутбуктың бетін қалай скринге түсіреміз. Мысалы, біз Google-ға кіріп бір картинка таңдайық. Мысалы, мына жерде осындай картинканы іздейік, бала ұйықтап жатыр деген. Енді бізге мына картинканы алмай отырсақ, немесе осы картинка түгел бетке болатын болса, біз мынандай клавишаны басамыз. Стрелка және PRTSK деген бар. Сол екеуін бірге басамыз. Және шығып кетеміз де Word деген документ ашамыз. Wordқа барып, мына жерге мышканың оң жағын қоямыз да Start басамыз. Және біздің мышканың мына жаңа документіміз түсті. Енді бұны қалай кесіп аламыз? Есік бөлігіне барамыз. Обрезка дейміз. Негізі біздің знак шығады. Тартамыз төмен қарай. Немесе жағын тартамыз былай. Және мына қасына аяқтармен біз былай да кесіп аламызға болады. Егер дұрыс кесе алмай қалсаңыз, қайтып обрезка қарамызда ұпарда обрезка бөліп, қайтып орнына келтіріп, қайтып кессеңіз болады. Немесе обрезка қайтып барып, обрезка фигура деген бар. Соны басамыз, және мына фигура сияқты кесіп береді. Әртүрлі фигура бар. Бұл таңдайсыз. Мысалы, бұл сияқты осылай сізге кесіп беретін болады. Өзіңіз қалған істей алсаңыз да болады. Енді осыны кез келген фотоны жасап алып, үстіне сохранить басып, өзіңіз қажетті жаратасыз. Кез келген фото, документ осылай жасауға болады. Достар, егер видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Кездескенше.